Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін Шыныбеков оқулығындағы 4-139 есептің біріншісін көрсеткім келіп тұр. Біз мына айырма түрінде берілген өрнекті көбейтінді түрінде жазуымыз керек. Енді түбірасты 2 деген, ол біздің кестемізде түбірасты 2 бөлінген 2 деген сан бар, е? Сондықтан біз түбірасты 2 бөлінген 2-ге кетіретін болсақ, мынаны, онда бізде мына 2 бөлінген 2 пайда болғаны үшін қайтадан құтылу үшін 2 көбейтіледі. Яғни 2 мен 2 қысқарғанда қайтадан бастапқы өрнек шығатындай етіп түрлендіре аламыз. Бұл не үшін керек бізге? Бұл түбірасты 2 бөлінген 2-нің орнына пи бөлінген 4, косинус пи бөлінген 4 деп жазуымызға болады, сондықтан керек болады. Енді біз мына 2-міз бар, жақшаның сыртына 2-ні шығарып жіберсек, түбірасты 2 бөлінген 2 азайтылған косинус бета болады. Енді мына жерде синус деп жазуға да болар еді, бірақ біздің формуламызда синус азайтылған косинус деген формула жоқ, сондықтан косинус пи бөлінген 4 минус косинус бета деп түрлендіріп жазып аламыз. Одан кейін біз косинустардың айырмасының формуласына саламыз. Бұл жерде бізде 2 синус альфа плюс бета бөлінген 2, синус альфа минус бета бөлінген 2 алдында минус бар, е? Мына жерде енді біз мына өрнектің орнына, мына альфаның орнына пи бөлінген 4-ті қойып жазып шығамыз. Сол кезде бізде мынадай өрнек шығады. Енді мына жерде минус 2 мен плюс 2 көбейтіліп минус 4-ті береді. Ал мына жердегі пи бөлінген 4 плюс бета бөлінген 2 өрнегі екеуін де 2-ге бөлетін болсақ, 45-ті 2-ге бөлгенде 22 жарым шыға, яғни 22 жарым деп отырғанымыз пи бөлінген 4-тің 2-ге бөлінісі пи бөлінген 8 болады. Мына жерде қосу болса қосу қалады, бетаның 2-ге бөлінісі қалады, яғни біз қосынды түрінде жазамыз. Мынаны да арасында азайта отырып айырма түрінде жазамыз. Сонымен біз бастапқыда көбейтінді қосынды түрінде берілген өрнекті көбейтінді түрге жазып шықтық. Енді дәл осы сияқты етіп, екінші есепті жазатын болсақ, 0,5-тің орнына не жазуға болады? Ойланып, есепті шығарып көріңдер.